Ретбек Елеуқанұлы, Астана қаласы Алтытоғыр емханасында шипагерлік істеймін. Жалғасты тұздың қасиеттері туралы біраз сөйлеп өтейін. Тұз, ата-бабаларымыз тұз астың иманы деп айтқан. Сондықтан да бұл тұз ерекше қасиетті болады. Қазақтың дәстүрлі шипагерлігінде, халықтық емшілігінде тұздан пайдаланып қыруар ауруларды давалай білген. Енді адамдарда тіл сұқ, назар тию деген нәрселер бар. Бұндай жағдайда біздің ата-бабаларымыз осы тұзбенен аластаған. Яғни бір тұзды кесе ыдысқа салып қойып, бетін ақ шүпірекпен жауып, сонымен аластап осылай давалаған. Бұл жаңағы баладағы теріс энергияларды сору, қайтару ролына ие. Және тұзды аяқпен баспайды, ол астың иманы деп атаған. Сонда тұзды қадірлеп тұру керек. Енді шығыстағы халықтарда тұзды ерекше ырымдайды. Мысалы шығыста халықтарда айтатын болсақ, мына ханзулды тұзды бір пакетке салып қойып, үйіне қойып қояды. Бұл теріс энергияны сорады, қайтарады деп қарайды. Бұл тұз туралы мына моңғол ұлтында, басқа дүниедегі әрқайсы ұлттарда тұз туралы ерекше қасиетті санап солай қолданған. Біздің қазақ ұлтында да ерекше қастерлеп қолданып келе жатыр. Сонсоң тұзды әдетте мына ауыз қуысының тазалығына, тіс қақсауларға осыған да істете білген біздің ата-бабаларымыз. Мысалы тістегі сарысуды, ыстықтан суықтан болған тіс түбінің ісінуі дейміз. Осылардың барлығына жаңа тұзды сумен шайқаған. Көбінде қара тұз деп қояды. Тұз кенінен қазып алған табиғи тұздарды еңбектете білген. Қызыл тұз, қара тұз деп қояды. Осылардың ауыз қуысын шайшап, тіс қақсау аурулардың алдын алады. Және де біздің қазақ халқы ежелден бөбектерді тұзға шомылдыру, онымен шайға салу дейміз, тас шайға, тұзға салу, бұл да медицина. Яғни осы біздің ұлтымыздағы оңай жараланса, жарақаты тез бітіп кетеді. Бұл жаңа тұзға салып кішкене кезде тұзға пысырған дейміз. Бұл енді басқа ұлттарда азырақ кезуі мүмкін. Енді қазақ ұлтында осы теріс ерекше жақсы болады. Бұл медициналық докторлар да біледі. Жарақаты тез бітеді. Бұл тұзға шала салған деп біздің қазақ айтып жатады. Кейбіреудің жарақаты оңай жазылмай қойса, мұны тұзға жақсы салмаған ғой деп жатады. Бұның өзі тұзға салып сәби кезінде терілерін шынықтырады, соған үйлестіреді сыртқы ортаға. Бұның да өзінің қасиеттері бар. Оны енді қолданып жүруге тиістіміз. Бұл аталарымыздың мұрасы, мәдениет дәстүрі болғаннан кейін осы нәрселерге ұмытпай істете жүруіміз керек. Ол сан ғасырлардан бері қарай тәжірибеден өткен нақтылы шындық нәрселер. Енді мына тәттіні көп қолданудың орнына күнделікті тұрмыста бір шымшым болса да қайнаған суға тұз салып ішсеңіз, ол ерекше пайдалы. Ол қандағы микробты жояды, жаңағы ыстық суықты теңшеу ролы бар тұздың тағы да. Бұл барлығы зерттеуден өткен нәрсе. Бұл енді біздің ас мәдениетіміздегі үлкен мәдениет, осыны қастерлей жүруіміз керек. Оның енді жаңа тістің қаңғырт жемеуіне де осы тұзды істету керек. Шайымыздың ішіне тұз саламыз ғой. Сондықтан да әр жол шай ішкенде бұл жаңа ауыз қуысынан микробтар жояды. Сондықтан тістің бекемделуіне, оның оңай шіріп кетпеуіне, қаңғырт жемеуге ерекше пайдалы болады.